Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен екі өлшемді массив немесе оны көп өлшемді массив деп атайды. Соны танысатын боламыз. Алдыңғы екі сабақта біз сіздермен бір өлшемді массивпен танысқан болатынбыз. Әрине ол кіріспесінен кейінгі бір күрделі бір есептермен аяқтаған болатынбыз. Бүгін де екі өлшемді массив, бірақ қарапайым бір есеппен күрделілеу, әрине күрделі емес, күрделіге жақын бір есепті қарастырамыз да, сонымен массив бөлімін аяқтайтын боламыз. Себебі одномерный массивке многомерный, яғни екі өлшемді массивқа ұқсас келеді. Кейбір бір-екі жерлерін өзгертсе болды, ол көп өлшемді массив болып шығады. Әрине алғашқы теориялық бөлімді мән беретін боламыз. Екі өлшемді массивтерді сипаттау. Егер кез келген берілімді тізімі жолмен және бағаналармен, яғни жол және бағанамен берілсе, онда оны екі өлшемді массив дейді. Математикада матрица деп аталатынын білеміз. Екі өлшемді массив элементтер екі индекспен нөмірленеді. 5, 4, 3, 6, 2, 8, 1, 7, 4, 3, 9, 6 ол жол деп аталады. 5, 2, 4, 4, 8, 3, 3, 1, 9, 6, 7, 5 ол бағана деп аталады. Яғни жол мен бағанадан тұратын сандарды біз массив деп атаймыз. Матрицаның идентификаторын А деп алатын болсақ, яғни А матрицасы деп алатын болсақ, оның жолы И деп аталады. 5, 4, 3, 6, 2, 8, 1, 7, 4, 3, 9, 5 ол И деп аталады, яғни жол деп аталады. Ал бағана G деп аталса, 5, 2, 4, 4, 8, 3, 3, 1, 9, 6, 7, 5. Олай болатын болса, мысалға 5 болатын болса, ол 1-де 1, 8 болатын болса, 2-де 2, 3 болатын болса, 3-де 2, 9 болатын болса, 3-де 3, 5 болатын болса, 3-те 4 деп аталады, яшық нөмір. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Массив элементтерін анықталуы былай келеді. Массивтің аты array. Бірінші жол кетеді, одан кейін бағана кетеді. 2 көбейтілгенде 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ, 12 жалпы яшықтар саны болады. Синтакс диаграммасы array, квадрат жақшада индекстің типі кетеді, of, одан кейін типі кетеді. Қысқаша осы. Енді нақты бір қарапайым есептерді қарастыратын болса, алдыңғы сабақта біз әрбір массив элементтерін жеке-жеке енгізген болатынбыз. Енді сіздер for операторын білетін болғаннан кейін, randomize білетін болғаннан кейін, бірден for оператор мен randomize қолданып шығарып кете береміз. Use CRT константа n тең 10-ға деп алайық мысалға. Айнымалы A массиві array бірден n-ге дейін өтір, бірден n-ге дейін, яғни бізде 10-да 10 ұяшық саны of integer, ұяшық саны бізде жалпы 100. И-тая for операторын қолданатын болсақ, одномерный массивте, многомерный массивте G-таяны қосамыз, болды. Integer begin randomize for i 1 to n do for G 1 to n do. A, И-тая және G-тая. Алдыңғы сабақта A, И-тая деп кеткен болатынбыз. Енді жанына G-таяны қосамыз. Бірінші жол кетеді, одан кейін бағана орындалады. Рандом. Мысалға 100 саннан аспау керек. Болды, массив элементі бізде дайын. Енді оны экранға шығарсақ болды. For i 1 to n do begin for G 1 to n do. Енді оны экранға шығару үшін write, яғни бірінші жолды шығарып алу үшін enterсіз шығу керек. И-тая мен G-тая шығады бірінші, одан кейін үтір кетеді, кішкене апостроф кетеді. Одан кейін әрбір қайталап біткеннен кейін бір enter кетіп отырады. Ол write ln. End бірінші жақшадағы beginning end'і еді ол. Енді осыдан кейін read ln и end. Shift F9. Мәне біздің алдымызда одномерный массив шықты. Тура алдыңғы сабақта өткеніміз сияқты, бұл да одномерный массивте, одномерный массив сияқты, тек қана осы жанына жолға баған қосылады, оған G-тая беріледі. И-тая біріншінікі, G-тая екіншінікі, И жүрген жерде G-да жүреді, сонымен осылай анықталады. Енді массив элементтерінің біз алдыңғы сабақта қателеспесем қосындысын тапқан болатынбыз. Қосындысын табатын болсақ, енді мына жерде кішкене мынаны іріктеуге болады. Ол үшін do сөзінен кейін бір begin жібереміз.
екіншіден кейін тағы бір бегин жібереміз де a итая мен jтая шыққаннан кейін сразу экранға шығара саламыз. Write len. Бірінші write шығарамыз да мына for'ды өшіре саламыз. Енді екі end'і жабу үшін бірінші end'іні осы жерден жабамыз да екінші end'іні бір апостроф жібергеннен екінші end'ін жабамыз. Shift F9 мен алдарыңызда екінші бір қарапайым түрде берілген жолы. Негізі осы жол ыңғайлы болуы мүмкін. Енді көп есептердің барлық есептердің почти многомерный массив келетін кезде дәл осы жолмен басталады. Бірінші осы массив яшықтарын экранға шығарып алады да, одан кейінгі әрекет осы жерде орындалады. Осылардың қосындысы мынаған тең, көбейтіндісі мынаған тең. Ішінде мысалға 0 саны осынша рет кездеседі, 17 саны осынша рет кездеседі, максимум осыған тең, минимум осыған тең, ол осындай яшықта орналасқан деген сияқты есептердің барлығы осы сандар шыққаннан кейін орындалады. Тақырыптан ауытқымай, дәл қазір осы әрекетті пайдалану арқылы біз осылардың қосындыларын табайық. Яғни әрбір яшықтардың қосындыларын тауып шығатын болсақ, онда бізге алдыңғы сабақ сияқты белгілі бір айнымалы керек болады. Мысалға, оны алуымыз мүмкін сам деп. Сам, иә. Онда ол бегиннен кейін сам қосындысын табатын болса, ол изначально 0-ге тең болады, ал көбейтіндісін табатын болса, ол 1-ге тең болатын еді. Дәл осы әдісті пайдалану арқылы енді қосындыларын табамыз. Ол үшін біз келесі бір циклға енді біз экранға шығарып алдық. Енді келесі read леннің алдында тағы да for операторын орындайтын боламыз. For i 1 to end for g 1 to end begin кетеді. Sum тең sum қосылған a итая мен jтая. Итая мен jтая. End'ден кейін экранға write len сандардың қосындысы тең үтір самға. Shift F9. Сандардың қосындысы 4805-ке тең. Оны тексеріп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Дәл осылай көбейтіндісін табуға болады, бірақ көбейтіндісін табу үшін біз кішкене аз санға берейік. Бір 2 саннан немесе бір 3 саннан аспасын. Ладно, плюс 1 0 шықпау үшін көбейтуде міндетті түрде бір сан қосып отыру керек. Себебі санда 0 кететін болса, есептің барлығы неге айналып кетеді? 0-ге айналып кетеді. Көбейтіндісі болады енді. Көбейтіндісі Shift F9. Көбейтіндісі енді өте үлкен сандар шығып кетті. Сол үшін де мүмкін самды біз long int айналдырармыз. Long int Shift F9. Міне енді long int айналдырған кезде 1 көбейтілген 3-ке көбейтсек 3, оған көбейтсек тағы 3-ті, тағы көбейтсек жалпы енді дұрыс деп ойлаймыз. Қанша жердің қате болса да, меніңше дұрыс сияқты. Енді біз компьютерге сенеміз. Тура бір одномерный массивтегі сияқты бұл жерде просто егер барлық оператор бір жерге жиналған болса, begin бірінші тудан басталады, ал егер іріктеліп шығаратын болса, екінші beginнен кейін жасалып отырады. Әрине қате кетуі мүмкін, оны эксперимент жүзінде ғана көруге болады. Дәл осы әдісті пайдалану арқылы жаңа біз айтқан болатынбыз, есептің барлығында есептердің барлығында осыған дейінгі сандар өзгерусіз келеді. Кейінгі әрекеттердің барлығы Shift F9 мен сандар қайып шықты. Кейінгі әрекеттердің барлығы осы әдіс бойынша осыдан кейін жазылады. Біздің жағдайға алдыңғы сабақта біз білеміз, осындай случайный сандардың ішінен бізге керекті сандар табайық. Мысалға, осы санның қарайтын болсақ, маған ішінен бір саны керек болды. Бір саны неше рет қайталану керек, соны айтып беретін болса, алдыңғы есептегі сияқты есептер есеп қылып шығара саламыз. Және де ол жерден бізге керек x пен k керек болады. X керек болған саным k менде қай ұяшық нөмірде орналасқанына хабарлама береді. Барлық есеп осы end'ден кейін орындалады.
жазамыз write-len іздеу керек болған санды енгіз. Read x енгізетін едік алдыңғы сабақтағыдай. Енді шарт береміз егер. Әрине осы жерде k-ны біз 0-ге тең деп алатын едік, себебі алдыңғы сабақта біз солай алдық. Ол жерде k 0 деген ұяшықтар саны әзірше 0-де тұр. Қазір әрбір ұяшық деген кезде оған 1-де артып отырады. Инкремент немесе k плюс 1-ге артып отырады. Болды, қайтадан цикл жібереміз. For i 1 to n do for g 1 to n do. Енді шарт кетеді. Егер a i мен g тең болатын болса, x-қа онда k артады 1-ге, k плюс 1-ге. Болды, экранға жазамыз write-len қаралып отырған x саны k неше рет кездеседі соны атайды. K рет кездеседі. Shift F9. Іздеу керек болған мен қарап отырған бір саны 30 рет кездеседі дейді. Әрине сенеміз, себебі біздің ұяшықтар санының өзі 100-ге тең. Егер керек болып жатқан болса, n-ді қысқартайық, 4-ке или 3-ке қысқартайық, 9 ұяшық саны шығады. Енді осы жерден тексерсек болады. бір саны менде 4 рет кездеседі, рас. Келесі тағы бір рет жібереміз. 2 саны менде 3 рет кездеседі. Енді дәл осылай максимум минимум табуға да болады, ол өте оңай. Жалпы байқаған болсаңыздар, одномерный массивтегі сияқты есепте қана 1-2 жерін өзгертсе болғаны. Келесі сабақтарда мүмкін процедура мен функциямен танысуымыз мүмкін. Жалпы біздің мақсат процедура функциядан кейін жазбалар, сосын жиымдарды қарастырып кетеміз, строкаларды. Одан кейін юниттер, модульдер, графика, аудио, сосын кейбір UseCRT. Жалпы UseCRT осы қайдан қолданып келе жатырмыз, соның кейбір keyword, табір кейбір қасиеттерін қолданамыз деп ойлаймын. Жалпы осы Паскальды былайша айтқанда от-до қарап шығамыз, әрине мүмкін болып жатса. Жарайды, егер бір қиындықта туған болса, комментарийге жазыңыздар, немесе интернеттен қарап көріңіздер. Бұл жерде біз керемет бір жаңалық ашқан жоқпыз. Бар мүмкіндікті қолданып көрдік. Келесі сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.